жинап бересіз. Жарайды, келе ғой. Қызым, ке шаштан жинап берейін. Темлеп жинап берем, я? Үйсоным жүрегім. Қызым, садикте достарың бар ма сенің? Бүгін солармен ойнадыңдар ма? Я. Апайларың аты кім? Айку апай, сосын Жасы апай. Апайларың ұнай ма? Ай, молодец. Жарайсың. Достарың бар ма садикте? Я. Кім деген достарың бар? Ансай, Асылай, Асылан, сосын Мереке. О, көпшіл қызым менің. Бәрімен досың ба сен? Жарайсың. Дос болу керек, е? Ұрыспау керек. Асылай менің ойнайды ғой, атама жасап екенбіз. Жарайсың. Деп Ойбай. істейміз ғой. Қалай? Деп Жан. Асылай екенбіз, е? Асылай екен ба? Жарайсыңдар. Шашың арт жағын өрейін, е? Қызым, сен біздің өміріміздегі ең күшті бақытсың. Сен біздің байлығымызсың. Біз сені жақсы көреміз. Әкешің де, мен де, әжең де барлығымыз жақсы көреміз. Сен кішкентай болған кезіңде, сен дүниеге келгенде біз қатты қуанғанбыз. Біздің тұңғышымыз қыз болды, мен қаншайымым болды деп қуанғанбыз. Сен біздің өмірімізге бақыт боп, тәп-тәтті бақыт боп келген қызсың ғой. Жанымсың. Қызым, Ау. садикте қандай өлеңдер жаттадыңдар? Аналар Анада. туралы өлең білесің ба? Я. Қандай өлең білесің? Анада сүйеміз, сөзін уға тиеміз, әжедеді атақтап, әдеппен баш иеміз. Ау деген ау. Ой, жарайсың. Бәрекелді. Сен бауырларыңды жақсы көресің ба? Я. Бауырларыңның аты кім? Нұртайет, Мұхаммед, анасым, әже, әкесім, мен. Біз бәріміз бір отбасымыз, е? Я. Жарайсың. Садигің ұнай ма өзіңе? Я. Қана, маған қарашы. Вау, қандай сұлу қыз болды мен қызым. Қытай менің кішкентай қызғалдақтың иісі шығады. Мен қызымның қызғалдақтың иісі шығады. Қана маған қара. Жарайсың. Анашыға не деп айту керек? Анашым рахмет сізге. Сізге қуанып қалдым. Қуанып қалдың ба? Ей жанымсың, саған да рахмет. Қызым, сенің шашың әдемі болды. Сен қазір қаншайым болып тұрсың. Жаңа апайыңның айтқан өлеңін маған домбырамен айтып берші. Анадады сүйеміз, сөзін уға тиеміз, әжедеді атақтап, әдеппен баш иеміз. Ау деген ау. Ой, бәрекелді. Жарайсың. Рахмет саған көп-көп.